Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен өте қарапайым үйдегі бар заттан жасалынатын 4 заттан тұратын печенье жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Мен 2 түрінен жасадым, біреуі шоколадный, біреуі обычный. Ең алдымен жұмыртқамызды салып аламыз да, жақсылап жұмыртқамызды араластырамыз. Жұмыртқамызды араластырып болғаннан кейін үстіне қантымызды құятын боламыз. Одан кейін шым-шым тұзымызды, ванильный сахарымызды салатын боламыз. Сосын қантымыз толық ерігенше араластырамыз жақсылап. Сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Ұнымыздың үстіне разрыхлителькті салып, толықтай араластырамыз. Одан кейін ұнымызды бөліп, осылай құйып отырып араластырамыз. Қою болғаннан кейін қолымызға алып, онды илейтін боламыз, жұмсақ қылып тесто жасап. Мінекей осылай қолымызбен илеп шығамыз. Жұмсақ тесто дайын болды. Екіншісіне дәл осы заттар кетеді, бірақ ұнымыздың мөлшерін сәл азайтып, оның орнына какао салатын боламыз. Мінекей осылай какао салып араластырып аламыз. Осылай шетінен құйып отырып, оны да дәл жаңағындай илейтін боламыз. Түсі қанық, қоңыр болып, мінекей шоколадты печеньеміз дайын болады. Осылайынан тестамыз. Енді шетінен жайып, формалармен кесетін боламыз. Формалар болмаса, сіздер дөңгелек жасап, вилканың көмегімен бетінен басып, әдемі печенье жасауларыңызға болады. Менде 4 түрлі форма бар. Сол 4 түрлі формамен печеньеміздің формасын шығарамын. Өте қатты жұқа қылмай қойыңыздар. Менде біріншісіне өте қатты жұқа болып кетті, бірақ ол да дәмді болып шықты. Бірінші жүрек формада, жұлдыз формасында және де гүл формасында кестім. Дәл осылай жасай бересіздер. Мінекей. Осылай духовкамызға салып пісіріп аламыз. Пісіп шықты, өте дәмді болады, әрі тез дайын болатын печенье. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ауыздан кетпейтін, шаймен жақсы кететін жақсы печенье болып шығады. Міндетті түрде каналыма тіркеліңіздер. Рахмет.